Лисаков орталық кітапханасы «Дала гүлдерінен оқтың иісі шығады» атты буктрейлерді ұсынады. Буктрейлерде кітапхана қорынан алынған «Жүрек жұтқан» және «Москва үшін шайқас» кітаптары таныстырылады. Көлбай Адырбекұлының «Жүрек жұтқан» кітабында Кеңестер одағының батыры, 47-ші гвардиялық әуе барлаушы полкының ұшқыш барлаушысы Біліс Нұрпейісовтің екінші дүниежүзілік соғыстағы ерлік істері жайлы айтылған. Біліс Нұрпейісов 1919 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Біліс өзені бойында дүниеге келіп, 1945 жылы Берлин қаласында ерлікпен қаза тапқан. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушы, ұшқыш штурман, гвардия аға лейтенанты. Алыс қашықтыққа ұшып, әскери стратегиялық нысандарды суретке түсіріп, оларды жойған үшін Нұрпейісовке КСРО жоғары кеңесі төралғасының жарлығымен Кеңес одағының батыры атағы берілді. Мың 1941 жылдың 22 маусымы күні шамамен таңғы сағат 4 кезінде фашистік герман әскері КСРО-ның батыс шекарасына басып кірді. Осылайша тарихта екінші дүниежүзілік соғыстың шығыс майданы Ұлы Отан соғысы басталды. Сөйтіп Германия әскері басып кірген 22 маусым күні Баренц теңізінен Қара теңізге дейінгі аралықта орасан зор шайқас басталды. Жау соққысына бірінші болып шекарадағы 485 застава қарсы тұрды. Бұл застава Белоруссияның батысында орналасқан болатын. Жау күштерінің басымдылығына қарамай, олардың бірде-біреуі бұйрықсыз өз орындарын тастап кетпестен соңғы қарулары қалғанша шайқасты. Олардың бәрі де қаза тапты. Кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының «Москва үшін шайқас» романы қазақ әдебиеті тарихында соғыс тақырыбына жазылған тұңғыш шығарма, әрі әскери мемуар. Соғыс ауыртпалықтары 1941-45 жылдардағы өзінің көзімен көрген, қолмен ұстаған іс-әрекеттері автордың көзқарасымен шынайы берілген. Біз майданда болып, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түндемей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында, ақ ниетпен азамат борышымызды өтеу үшін істедік. Лисаков орталық кітапханалар жүйесінің кітапхана қорында Ұлы Отан соғысының сұрапыл сәтінен сыр шерткен кітаптар қатары өте көп. Кітап беттерінен сол бір аңызға айналған батыр ағапаларымыздың өшпес ерліктері жайлы оқып біле аласыздар. Қан майданда кеудесін оққа тосып, отан үшін жан қиярлықпен соғысқан ерлердің есімдері ешқашан ұмытылмақ емес. Олай болса, кітапханаға келіңіздер, кітап бетіндегі тарихи оқиғаларға куә болыңыздар.